Армысыз құрметті достар, жаңа жыл алдында сіздермен өзімнің керемет бір жаңалығымен бөліскім келіп отыр. Осы жақында ғана Қазақстанның ең үздік мектептеріне түсуші үміткерлерге арнап 5-6 сынып бағдарламасы негізінде Қазақстан тарихы пәнінен 300 тест сұрағын құрастырып шықтым. Бұл тестте қандай тақырыптар қамтылған? Осыған тоқталайық. Тас, темір, қола дәуірі, сақ, ғұн тайпалары, Қазақстаннан табылған қорымдар, обалар, көшпелілердің заманы, өмірі, тұрмысы, түркі мемлекеттерінің дәуірі, яғни қағандар, қағанаттар, руна жазбалары, яғни Тоныкөк, Күлтегін, Орхон Енисей жазбалары, яғни тарихтың, әдебиеттің асылдары Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласұғын, Мұхаммед Қайдар Дулатидың тарихи еңбектері, Шыңғыс хан империясы, Алтын Орда, Ақ Орда кезеңдері, олардың гүлденуінен бастап құлдырауына дейін, Қазақстандағы кесенелер, оның ішінде Қарахан кесенесі, Домалақ ана кесенесі, Айша бибі кесенесі, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан баб кесенелері, Қазақ хандығының кезеңі, яғни Әз Жәнібек пен Керейден бастап, сондай-ақ глоссарийлер берілген, яғни Қазақстан тарихы терминінің түсіндірме сөздіктерінен алынған тест сұрақтары бар. Тест соңында әрине жауаптармен берілген. Тапсырыс берем десеңіз, астындағы WhatsApp нөміріне хабарласуыңызға болады.